мысалын үйрендік. Өте тамаша геометриялық фигураны тереңірек зерттейтін боламыз. Адамзат тарихында адамдар жүруді жеңілдету үшін дөңгелекті ойлап тапқан екен. Неге дөңгелекті ойлап тапты деп ойлайсыңдар? Неге төртбұрыш емес? Итесен ол өзі айнала береді. Ал тікбұрышын айналсаң бір орнына тоқтап қалады. Тамаша. Біз жалпы нені көріп отырмыз? Барлығының бір ортақ қасиеттері бар екен. Жаңбырдың тамшысы Ол шеңберге ұқсайды. шеңбер болса екен, иә? Шеңберге ал судың тамған сол нүктесі центр болып аталады екен. Ал мына бізде тұрмыста Өмірде кездесетін заттар. өмірде кездесетін заттар, иә? Бағында өздерің көріп отырғандай ортақ элемент ол шеңбер. Есептерді сипаттайсыңдар, формулаларды қолданып есептер шығарасыңдар және алған білімдеріңді өмірлік жағдайда қолдануды үйренесің. Ендеше нейрогимнастика жаттығуын жасап алайық. Бұл сендердің миларыңның екі жақты шарын дамытады және де ойлау қабілетіңізді арттырады. Айнамен жазу. Бұл жерде менің атым тұр. Не деп тұр? Нажырам. Сендер бүгінгі тақырыпты керісінше жазып шығасыңдар. Қай жағынан бастаймыз? Сектор. Дөңгелек, сектор, шеңбер дегенді. Айтайық, не деп оқылады сектор? Дәптерге жаза қойыңдар. Көрдіңіздер ме? Шеңбер, екіншісі дөңгелек. Айырмашылығы неде? Дөңгелектің шеңбердің неше бөлігі? Мен жүзгінді көрсетейін. Бұл бізде шеңбер. Сонда айырмашылығын түсіндік па? Үшбұрыштары ол сектор. Қандай керемет. Доғасын шектейтін бөлігі сектор деп аталады екен. Бұл сектор бола ма балалар? Болады. Біздің дөңгелек неше бөлікке бөлінді? Екі бөлікке бөлінді. Ал енді бұл сектор бола ма? Енді айтып тұрған кезде менде тағы бір сұрақ. Екі бөлінген кезде Қанша бұрышқа бөлініп бұрышқа бөліп отырамыз. Бірдей қашықтықта орналасқан нүктелер жиынын айтамыз. Не болады балалар? Радиус болады. Ал диаметр ме? Айтып отырамыз. Диаметр болады. Диаметр дегеніміз не? Айтамыз. Диаметр дегеніміз ол екіге еселенген радиус. Жақсы. Хорда дегеніміз дұрыс. Шеңбердің екі нүктесін қосатын кесінді. Рахмет отырады. Формулаларды қолданып есеп шығаратын боламыз. Тез. Айтамыз. Радиус нешеге теңеседі шеңбердің? 6,1 Центр белгіле. Тең болады 6,1. Әркім өзіміздің сұрақтарға қарайды. Линиялық адалдық сақтау керек. Өтірік кетіп қоймаймыз. Сұрақтарға жауап беруіміз. Есінде не тұр? Біздің туындымыз тұр, иә? Яғни болашақ. Сендердің болашақтарыңыз бүгіннен басталады. Сендердің жақсы оқығандарыңыз, үздік білім алғандарыңыз кімге керек? Өзімізге. Өздеріңе, сендер елдің болашақсыңдар, елімізге керек. Сен бүгін жақсы оқысаң, ата-анаң қуанады. Ертең сендер елге, қоғамға пайдалы азамат болып өсесіңдер міне. Сондықтан болашаққа қадам деген бағалау шкаласын таратып отырмын. Оқулықпен жұмыс жасаған оқушылар бір ұпай, қазір бұдан кейін жылжымалы аялдаманың бөлім болады. Сол кезде 6 есеп береді. 6 есепті дұрыс шығарған кезде жаттап алыңыздар. 3 ұпай. Себебі әр есепте дұрыс шығарған жағдайда өздерінен 0,05 қойып отырасыңдар. 3 ұпай топпен жұмыс жасаған кезде беріледі. 9-10 қосымша есептер сұрақтар арқылы беріледі. Топпен жұмыс жасайық. Сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Бізде 1264 есеп. Юпитердің радиусын табылды. Тақтаға келеді. 69.850. Ал тақтым шығарды? Тақтым шығарды. Өлшем бірлігі не деп аталады? Километр.
километр, иә? Міне өлшем бір. 2700 километр. Юпитердің радиусын табыңдар. Шешуі 12700 километрді 11-ге көбейтеміз. Радиусын табу үшін біз диаметрді 2-ге бөлеміз. Юпитердің радиусы 69850 километр. Жақсы, тамаша отыра ғой. Радиусын ауызша таба аласыңдар ма? Иә. Bir оқушы тақтаға шыға қойсын. Келеді. Тақтаны өшіріп шығарамыз. 10 метр. Радиусы белгісіз метр. Шешуі радиусты табу үшін диаметрді бөлеміз 2-ге. Доғаның ұзындығын қандай формуламен есептеуші? 2-ге бөлсек тең болады. 15,7 метр. Жылжымалы аялдама әдісі бойынша есептерді шығарамыз. 6 аялдамадан тұрады. Мен айтып өтейін. Бірінші аялдама 2, 3, 4, 5, 6. Міне алады. Әр есепке 20 секундтан уақыт береді. Мен алақан соғамын. Келесі оқушы, бірінші аялдаманың оқушысы, екінші аялдамаға барады, 5, 6-ға. 6 бірге көшесін дейді. Түсінікті, е? Мұна сурет бойынша жұмыс жасаймыз. Мен шеңбердің диаметрін тап деп тұр. Мұна шеңбердің диаметрін тап. Есеп шығарып болған оқушылар қол көтеріп отырамыз. Үш, төрт, бес, алты. Дондық па? Ал, көшеміз. Заман есебін тексересің. Сұрақтарың бар ма балалар? Радиусы 20 метрға жауап беріп, есептер шығарды. 1256 метр квадрат шықты. Жарайсың. Сарапшылар тобынан бізге берілген есеп, ол дастарханның ауданын табу. Біздің радиусымыз 1,17 метр. Көбейтілген шықса, біздің жауабымыз 1,5 метр квадрат шығады.
дастарханымыздың теңгесі ол 3720 теңге. 3 тілді тең 135, деген 3 сағыз басы азайтам 135-ке тең 200. Есеп шығарып болдық, қорғадық, дәлелдедік, бәрін де керемет орындадылар. Бірінші топтың есебі тұрмыстық есеп пицца болды. Екінші топтың есебі дастархан 3D ручка пайдаланды. Бағалау шкаласын көрсетіп отырыңдар, және де әр топтан топ басшыларын сөйлеп жіберейік. Кім қалай бағалады? Деді, сенікі. Алла қанша? 8, 6, 9 дейді, сен 7. Сонымен оқушылар, бүгін біз қандай ойындармен таныстық? Жақсы, рахмет. Шеңбер дегеніміз шекара, дөңгелек дегеніміз ішкі аймақ, сектор дегеніміз бөлік екен. Сабағымызды қорытындылау үшін ашық микрофон әдісін қолданамыз. Бүгінгі сабақта ең қызықты жері қайсысы, саған ұнаған не болды, қиындық туғызған есептер немесе сұрақтар болды ма? Ойымызды еркін ашық жеткіземіз, микрофон аламыз. Кім жауап бере алады? Келе ғой. Маған жылжымалы аялдамада есеп шығарған дұрыс. Өте тамаша, келесі оқушы келе берейік. Маған барлығымыз топтық жұмыс деген ұнады. Жақсы. Шеңбер нормалде кездеседі екен. Жақсы дұрыстап алатыны қалай ойлайсың? Кішкенеден қателесіп кеттік, бірақ та жақсы жұмысты істеп, адалдықты Таныта алдық деп ойлайсың. Дұрыс айттың ба балалар? Жақсы, рахмет, отыра қалды. Ал келесі топ. Біз бүгінгі сабақта белсенді қатыстық. Есеп шығарған кезде бізде бір-екі қате болды, бірақ та біз ол қателерімізді түсіндік. Келесі жолы біз ондай қателеріміз жасамаймыз. Біздің топ мүшелеріміз өз-өзін жақсы бағалады. Дұрыс бағалады ма? Иә. Адалдық сақталды ма? Иә. Жақсы, отыра қалды. Сабақ өте қызық болған. Барлығы жақсы жұмыс істеген. Бірақ біздің топта кішкене қателер болған. Қателерін таптыңдар ма? Иә. Барлық оқушылар біздің топта академиялық адалдықты сақтаған. Жақсы, шынайылықты, жауапкершілікті сақтады. Азаматтық құндылықты беріп отырмын. Қараймыз, берілген фигураларды қайталап. Өз есептеріңді құрастырасыңдар өздеріне. Өзіңді шында дейді. Қорытындыладық. Әр оқушы өзін бағалады, топ басшылары айтты. Жалпы қорытындылай келе мен өз бағамды айтайын. 10 ұпай алған оқушылар Айдын, Аружан. 9 ұпай алған оқушылар Аяулым, Мейіржан, Каусар, Арна. 8 ұпай алғандар Нұрила, Жанерке. 7 ұпай алған Диас, Әділет, Дінмұхамед, Нұрәлі, Алтынай, Әлихан, Руслан деген бағаны мен күнделікке қоямын. Дұрыс па балалар? Оқушылар, ең маңыздысы баға емес, сендердің есеп шығара білетіндерің, ойлай алатындықтарың. Келесі сабақта бұдан да жақсы есеп шығарып, өздеріңді көрсете алады деп ойлаймын. Жалпы өздерің көріп отырсыңдар, математика тек есеп шығару емес, өміріміздің ажырамас бір бөлшек екеніне көз жеткіздіңіздер. Солай емес па? Иә. Жақсы, олай болса сау болыңыздар. Рахмет.